Домбырадай қазынасы бар қадірлі көрермендер. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл пәлкем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қазағымыздың қасиетті, киелі аспабы ұлттық домбыраны ұлықтайтын бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын. Домбыра тек тарихи шежіре емес, ол бүгінгі қоғам үрдісімен, ұлт мүддесімен астасып, бостандық рухымен өркениетін, өшпес құндылықтарына ұмтылатын аспап бірегей қазына. Домбыра қазақ халқының көне музыка аспаптарының бірі. Домбыраны қайың, қарағай сияқты ағаштардан жасайды. Оның сыртқы пішіні түрлі-түрлі болады. Құрметті көрермендер, домбыра туралы бір ақпаратқа кезек берейік. Армысыздар күй өнерін ерекше қастерлейтін қазақ елі. Домбыра қазақтардың өміріндегі маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғашқы эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерін сүйемелдеуге қолданылатын домбыра кейін аспаптық шығарма, күй жанрларының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке ән сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық музыкада классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра қазақтың халық аспабы. Қасиетті домбырамызбен қазақ егіз. Екеуінің біртұтас ұғымға айнала кеткеніне тарих куә. Сол қасиетті қара домбыраның күмбірлеген үні талай қазаққа рух береді. Оның шанағында төгілген әсем әуенмен тәнті күйге тәнті боламыз. Домбыраға деген қызығушылық әрі музыкалық аспаптың танымалдылығы ешқашанда тоқтаған емес. Бүгінгі домбыраның шанағында ойнайтын жастар көп. Бұл қуантарлық жайт. Бұл домбыра тоғыз перне тағылған, естіген жаны үнін аңсап сағынған, тата білсін дұрыс қойып тиегін, кеңітеді көңілдің көкжиегін. Бабамның күйі бар, қос шек үнінде сазына сиінір, өткенде бүгінде домбыра қазақ бол, ал қазақ домбыра киесі ғажап бұл қазына момыра. Домбыра қазақ халқының өте кең тараған ұлттық аспабы. Аспабыны қоңыр әрі құлаққа жағымды болып келеді. Домбыра аспабында халық күйлерін ойнайды. Әрбір жанарақтың төрінде ілініп тұратын домбыра ұлттық өнерді ұлықтайды. Домбыра ұлтымыздың жаны. Қазіргі таңда домбыра аспабында ойнап үйрену сұранысқа ие. Аспапта ойнау үшін күнделікті дәріс алуды тоқтатпау керек. Сонда ғана домбыраның құлағында еркін ойнай алатын болады. Бүгінгі Балдәурен бағдарламамыздың алғашқы қонағы жас күйші, республикалық облыстық байқаулардың жеңімпазы Тұрғанбай Айсұлу. Айсұлу, қош келдің. Қош көрдік. Бүгін сен үшін ерекше күн, өзінің таңдаған сүйікті аспабың домбыра күні. Қазағымыздың қара домбырасы мен үшін өте жақын. Тамаша, домбырамен бала кезден доссың ба? Бала кезден қызығушылығым бар. Сол қызығушылығымды арттыру үшін мен өнер мектептен білім алуды жөн көрдім. Менің ұстазым Гүлжихан Сағатқызы мені домбыраны, пернелерді нақты таза басуды үйреткен. Сол ұстазыма алғысым шексіз. Ұстазымның маған деген сенімі, қолдауы мені әрқашанда алға жетелейді. Домбыра мен үшін жай ғана аспап емес. Домбыра мен үшін жүрегіме ең жақын өнер. Керемет, өнер адамы жайлы әңгіме қоса алғанда, оның жетістіктері қоса айтылады. Домбыра әлеміндегі жетістіктерімен бөлсең. Уақыт өте келе көптеген шығармаларды меңгердім. Сахнаға шығып, халық алдында домбыра ойнау мен үшін өте үлкен жетістік. Байқауларға қатысып, мақтау қағаздарын алып, марапаттар алған сайын, бұл жолдың маған қаншалықты жақын екенін түсіндім. Домбыра менің мақтанышым, менің жетістіктерімнің бастамасы. Ең алғаш рет мектепте байқауларға қатыстым. Содан соң қызығушылығым оянып, Қарағанды қаласынан бірден екі конкурсқа қатыстым. Жеке өзім қосалқа күйін ойнап, екінші орын алдым, ал ансамбльдің атынан ойнағанда үшінші орын алдық, келіншек күйімен. Содан соң Түркістан қаласындағы таланттар атты конкурсқа барып, жүлделі бірінші орын алдым. Алдағы уақытта өзімнен үлкен жетістіктер күтемін және де жақсы нәтиже күтемін. Бәрекелді, жалпы қанша күй білесің?
Жалпы мен 20 шақты күй білемін. Бәрекелді, болашақта әлі талай белестерді бағындыруға тілектеспін. Ал енді өзіңнен қонақ кәде болсын. Жақсы, сіздерге алаш аманаты күйін тарту етейін. Керемет тарту болдай сұлу. Бағдарламаға келген үшін алғыс білдіремін. Өнердің биік шыңынан көрін. Тек сәттіліктер тілеймін. Сонымен қатар кішігірім сыйымызды қабыл ал. Шақырғандарыңызға рахмет. Жақсы күндерде жүздескенше. Бағдарламамыздың кезекті қонағы Берікхан Жасмин. Өлең оқып, ән айтуды жақсы көреді. Жасмин, сәлем. Қайырлы күн. Қалайсың? Жақсы, рахмет. Биылғы жыл сен үшін шығармашылыққа толы жыл болғанын көріп тамашаладық. Көптеген байқауларға қатысып, біраз концерттерге шақырту алыпсың. Иә, жақында Шымкент шоу концертінде өнер көрсетіп қайттым. Жарайсың, сен үшін қуаныштымыз. Жасмин, бүгін айтулы мереке екенін білесің ғой? Иә, әрине, оны әр қазақ білу керек. Бүгін қасиетті домбыра күні. Иә, дұрыс айтасың. Бүгінгі бағдарламаға дайындаған қонақ кәдең бар шығар? Бар. Қасиетті домбыра туралы жергілікті ақын ағамыз Жандос Мағзұмұлының өлеңін оқып берейін. Қастерле қасиетті домбыраны, бір құдірет оны да жондырады. Екі шекті тартқанда қағыз қағып, бар ғажапты бойына қондырады. Жанымыз домбырамен егіз бәлкім, сазғынды қоныр әсем төксін халқым. Жеткен десе көңілдің күмбір күйін,
толқыған толқындарды теңіз қалпын, тартқанда әсем әуен өлмейтіндей, сазғанда әнін көкке жететіндей. Қазақтың домбыра ғой қазынасы, домбыра асыл аспап өлмейтіндей. Жасмин, қасиетті домбырамыз туралы керемет өлең оқып бердің. Бағдарламаға келген үшін алғыс білдіремін. Мерекеге орай осы сыйлығымды қабыл ал. Қандай күшті, шақырғандарыңыз үшін рахмет. Бүгінде домбыраны қолға ұстатып, оны шертуге үйрету әр ұстаздың орасан зор еңбегі. Әр баланы домбыра шертуге үйретіп жүрген ұстаздан арнайы барып, бағдарламамыздың жас тілшісі Айыру сұхбат алған болатын. Назарларыңыз экранда болсын. Қазақтың ең көне музыка жанры күй киесі қасиетті қонған талай ғасырдан бері бізбен бірге жасасып келе жатқан домбыраның үнін асқақтатып жүрген жаннан арнайы сұхбат алдым. Саусағынан күй мен ән төгілген күйші, көп деген шәкірттерді өнерге баулып, күй құдіретін ұғындырып жүрген ұстаз. Сәлеметсіз бе? Домбыра күні мерекесі құтты болсын. Бірге болсын. Бағдарламамызда көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Сіз үшін күй өнері қаншалықты қасиетті? Домбыра енді біздің ата-бабамыздан келе жатқан мұра, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан біздің асыл қазынамыз. Домбыра дастан, ән мен күймен, тілімізбен бірге жасасып келе жатқан рухани байлық. Тамаша, жалпы өзіңіз күй өнеріне қалай келдіңіз? Бұл өнерге кім әсер етті? Енді домбырада өз әкем Епекеев Сағынтай домбырамен ән салған, күйде шерткен. Ұлттық аспабымыз домбыраны да қолымен жасаған болатын. Әкемнен дараған. Тамаша. Жақсы, Бибігүл ұстаз, қазіргі жастардың күй өнеріне қызығушылығы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Қазіргі балалардың қызығушылығы өте керемет. Талаптары бар, бәрінің қолында бір-бір домбыралары бар. Үйлерінде де төрінде ілініп тұрады екен. Қазіргі үйірмеге домбыра сұранысына балалар өте көп. Тамаша, болашақ күйшілерге қандай кеңес берер едіңіз? Енді болашақ күйшілерге өзіміздің қазақтың ұлттық домбырасын насихаттап, күйлерін күмбірлетіп, әндерін шарықтатып, биіктен көріне берсін дегім келеді. Жақсы, сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Бүгінгі мерекеге орай өзіңізден бір күй тарту болса? Жақсы, рахмет. Қазақ ұлтымыз бар жерде домбыра да бар, күй де, ән де бар. Қазағымыздың ұлттық өнері мәңгі жасасын дегім келеді.
аяқтарды болды. Бибігүл ұстаз, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Кей әлеміндегі өнерлі шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет, шақырғандарыңызға өте ризамын. Өздеріңде биіктен көріне беріңдер. Көп рахмет. Сұхбаттан кейін, құрметті көрермендер, киелі домбырамыз туралы тамаша өлең жолдарына кезек берейік. Қадір тұтып, төрге іліп бағалаған. Киелі аспап әлемге кең танылған. Сахна төрінде домбыраны қазақ татқан, көрерменді тәнті етіп өлең айтқан. Күмбірлеген домбыраның қоңырыны, халқымыздың тарихы, салт дәстүрі. Құлағында ойнаған Дин апамыз, елеңдеткен қазақты аспабымыз. Нағыз қазақ домбыра, нағыз қазақ. Домбыраның пенесінде ән күй ғажап. Домбыраның шанағында сырлы тарих. Домбыра боп, қалсы екен-ау әрбір қазақ. Домбыраны үніне жатырайды жанымыз, өзім бата томан зінеді көй бағымыз. Домбыра күні құтты болсын, домбырам, қасиетті қазынам. Өзіңменен әрқашанда мақтанам, талай күйдің үні төгіліп өзіңнен, талай әндер сені менен шырқалған. Құттықтаймын қазағым, домбыраның күнімен, жасай берші домбырам, бауыр апаларыңмен. Домбыра қоңырын аспап, одан шыққан үн халықтың үні. Бүгінде домбыра аспабы халықтың кәсіби өнердің толық қалыптасуына негіз болған. Бай жігіт, Құрманғазы, Дәулет Керей, Тәттімбет, Сейтек, Қазанғап, Сүгір, Тоқа, тағы да басқа таңқты күйшілердің төкпе, шертпе, кидәшілердің туы, дамуы осы домбыра аспабымен тікелей байланысты. Домбыра қазақтың асыл қазынасы, домбыра біздің тарих. Еуропадағы аспаптардың барлығының бабасы, домбыра делінетін ғылыми пайымдаулар бар. Бағдарламамыздың тағы бір өнерлі қонағы Малтабай Балтезім. Балтезім, қайырлы күн, қош келдің. Қош көрдік, мереке құтты болсын. Рахмет, өзіңе де мереке құтты болсын. Балтезім, домбырада көптен бері ойнайсың ба? Қазақтың ұлттық аспабы домбырада ойнап жүргеніме 1 жыл болды. Жарайсың. Балтезім, қызығушылығың қалай басталды? Осы аспапқа дейін қызығушылығым интернеттегі бейне баяндарда және оркестрлардың ойнағандарына қызығып, көп тыңдаудан басталды. Жарайсың, қандай күйлерді жақсы көресің және де қандай күйшілерден үлгі тұтасың? Қазіргі уақытта мен төкпе күй дәстүріндегі күйлерді меңгеріп жүрмін. Айта кетсем, ұнататын күйлерім ол ерке соққын, алаш аманаты, ер тұран, жастар, тепеңгөп және тағы басқа күйлер. Көбінесе бос уақытымда мен үнтаспаларды тыңдаймын. Ал ұнататын күйшілерім ол Құрманғазы, Дина, Дәулет Керей, Төлеген Молбеков, атақты күйшілердің туындыларын тыңдағанды ұнатамын. Жарайсың. Мерекеге орай достарыңа не айткың келеді? Достарыма айтарым, өзіміздің ұлттық қазақи домбырада ойнап үйреніңдер. Ол сендерді өнер әлеміне жетелейтін қызықты саяхат. Керемет. Бағдарламаға дайындаған қонақ кәде бар шығар? Я бар, ертұран кейін ойнап берейін. Ал ойна ғой, құлағымыз сенде.
Тамаша, өнерің өрлей берсін. Бағдарламаға келген үшін алғыс білдіремін. Сонымен қатар кішігірім сыйымызды қабыл ал. Ой, рахмет. Бағдарламаға шақырғаныңыз үшін көп алғыс білдіремін. Домбыра, дала сарыны. Оны тыңдасаң, еріксіз көз алдыңа кеңпайтақ дала, жүйткіген тұлпар, ерлікке толы шежіре келеді. Домбыра, ұлтымыздың рухани қазынасы. Оны дәріптеу біздің парызымыз. Домбыра, атта үні, анна үні, әр адамның сана мұңы. Қос ішектен төгілген әрбір сазда қазақтың бар болмысы жан тынысы. Құрметті көрермендер, домбыра туралы көп деген нақыл сөздеріміз бар. Айтып берейін. Домбыра, тартқан саусақ тарихты сөйлеткен жүрек. Күй сөзсіз сөйлейтін сыр. Домбыра, үнінен ұлттың болмысы. Домбыра, бабалар мұрасы, болашақтың аманаты. Қазақ домбырасы мен қазақ. Назарларыңызға рахмет. Домбыра үні ешқашан өшпесін. Ұрпақтан ұрпаққа жетіп, қазақтың мәртебесін асқақтата берсін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Қазақтың қасиетті домбыра күні мерекесі құтты болсын.